Қайырлы күн. Бүгін пломбир тортын дайындайтын боламыз. Пломбир тортын дайындау үшін ең алдымен кремін дайындап алу керек. Кремнің рецептісі менің каналымда бар. Ал қамырын дайындау үшін 3 жұмыртқа, жұмыртқамызға сары май, сгущенное молоконы қосып, барлығын бірдей масса етіп, миксермен араластырып аламыз. Пломбир тортының қамыры молочная девочка тортына өте қатты ұқсайды. Тек қана бұл жерде какао қосылады. Бұл пломбир тортының ерекшелігі кремінде, сондықтан да ең алдымен кремін дайындап алуға кеңес беремін. Ұнымыз бен какаоны араластырып, қопсытқышымызды қосып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Содан соң ғана қамырымызға қосатын боламыз. Миксермен жақсылап бірдей масса етіп араластырып аламыз. Мінекей қамырымыз дайын, осындай болуы қажет. Ал енді пергамент қағазына дөңгелекше етіп, әр пергамент қағазына 3 ас қасықтан салып, осылай жағып шығатын боламыз. Менде 8 корж шықты. Мінекей осылай болып шықты. Бір коржды пісіруге шамамен 3-4 минут уақыт кетті. Мінекей осылай жұмсақ болып шықты. Мен формасын 24 сантиметр етіп жасадым. Ал енді тортымызды жинаймыз. Кремін мен осы видеоның астына описанияға ссылкасын қалдырып кетем. Сол жерден қарап, кремін дайындап алсаңыздар болады. Кремі өте дәмді болып шығады. Бұл торттың ерекшелігі жалпы кремінде. Сондықтан да дәл осы пломбир креммен дайындауға кеңес беремін. Торттың дәмі кәдімгі пломбир мороженыйның дәміне өте қатты ұқсайды. Әр коржымызға 2-3 ас қасықтан кремімізді салып, жағып шығамыз. Мінекей тортымызды толық жинап болдық. Ал енді холодильникке кем дегенде 2 сағатқа қойып аламыз. Ал оған дейін сыртын қаптайтын кремді мен розовый етіп жасадым. Бұл тортты мен арнайы өзімнің қызымның туылған күніне жасадым. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша әсемдесеңіздер болады торттарыңызды. Егер де дәл осылай жасайтын болсаңыздар, сіздерге кремнің толық рецептісін описанияға қалдыратын боламын. Мінекей тортымызды кремін осылай шпательмен түзіліп аламыз. Содан соң розовый кремімізді осылай айландыра жағып шығып, шпательдің көмегімен тортымызды бір келкі етіп, тегістеп шығатын боламыз. Мінекей осылай болып шықты. Тортымды осылай леденцімен әсемдедім. Леденцінің толық рецептісі описанияға қалдырамын. Менің каналымнан көре аласыздар. Жасалу жолы өте оңай. Тортымызды мінекей өздеріңіз байқап тұрғандай өте жұмсақ, нәзік болып шыққан. Дәмі деген ауызға салғанда еретіндей балмұздақтың дәміне өте қатты ұқсайды. Міндетті түрде жасап жақындарыңызды қуантыңыздар. Менің каналыма тіркеліп кетсеңіз, өте қатты қуанышты болар едім. Рахмет.